Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті біздің шоуды тұрақты көретін көрермендер. ЖБ шоу. Қайырлы кеш. ЖБ шоу. Қайырлы кеш. Эфирде ЖБ шоу. Осылайна пафосно бастады телеканалдарда. Сен де сөйтіп жұмыс істедің ғой телевидениеде. Содан қалып қойған сенде. Бүйтіп алып, анаконда болып тұрады ғой. Бүйтіп тұрып. Енді телевидение. Бірдеңе. Қолым бүйтіп алады. Не осы бұл? Не бұл? Стойко. Неге ұқсайды деймін? Баяғыда бір шиелде бір жігіт айтқан ғой, Брюслидің стойкасы қате деп. Сол сияқты. Головкинді артынан келсем ақ қоямын деген история ше? Масқара. Артынан келіп қылқындырып аламын ғой, не істей алады бұл деген сияқты. Бұлай ұратын шығар ол. Головкин ақ қой. Бір удар тиіп кетсе жаман қылады ғой сені. Сен негізі мысалға атың Ермұхаммед. Керемет атың бар. Бірақ бәрі Мәулен дейді. Иә. Ол да керемет ат. Ол да керемет ат, иә. Ол ана Жанболат бар ғой, Түркістанда КВН ойнаған кісі. Сол кісі, мен Бразилияға барған кезде Жайдарманның туған күні деген бір жоба болған. Сол кезде сахнаға шыққан кезде әбден прикол ұстаған ғой маған. Сонымен қазақ комментаторлары Еуропадан қоя тұрып Бразилияға келді. Фернандо былай тұрш дейді де жаңағы. Бізді Бразилияда жүргенімізге сенбей тұрсыздар ма? Фернандо былай тұрш деген жаңағы. Менің атым Ермұхаммед емес, менің атым Мәулен, Криштиану Роналду секілді деп қояды. Сөйтіп содан кеткен, соны елдің бәрі мен Мәулен деген. Сон Мәулен десе ау деп жүре беретін болдық қазір. Жәкеңе сәлем. Ассалаумағалейкум. Енді сол Мәулен дегеннен шығады. Фамилия ғой, фамилиядан фамилия қуалай берсең шыға береді ғой неше түрлі. Бұл видео сондағы достарымыздың арқасында шығып жатыр. Олардың сілтемесі төмендегі пікірде бекітілген. Сөйтіп бір күні трибунада отырамыз Алматыда. Адам аз барады ғой, Қазақстан чемпионатының ойыны. Сөйтіп шемішке жаға, бүйтіп, емен жарқын, қысыр әңгімен жіберіп қойып отырмыз. Алдымызда бір 7-8 бала отыр. Сонымен сендер кімсіңдер деді, біз журналистпіз, ана-мынау деп қойып, бұл кезде отыра бересің ғой бірге. Соны айтым, жігіттер білесіңдер ма сендер? Манау гол ұрып атқан Бауыржан Тұрысбек деген қандай шабуылшы екен деді. Жоқ, бұл кім деді? Мынау атақты мынау көңіл толқынын тартатын күйші Секен Тұрысбек бар ғой? Соның баласы ғой? Деп жібермей ба? Өміріңе бір интрига жетіспей жатыр. Қызық керек. Иә, сөйтіп жібермеймін ба? Сөйтіп қоң шерік етеді. Конечно, жаңағы енді міз бақпаймын, бет бақтырмаймын кәдімгі. Соның үлкен баласы мынау, Асқар деген екінші баласы бар. Мынау Бауыржан соның үлкені, футболист болған. Енді өнер адамы, бәрі балалардың бәрі талантты осындай. Деп кәдімгі жіберген ғой әңгімен. Сөйтіп кеткем, ол әңгіме жанкүйерлердің арасында тарқып кеткен екен ғой, сөйтсемші. Біреулер комментарий жазып, білесіңдер ма дейді, біреу айтып қояды. Бауыржан Тұрысбек деген, Секен Тұрысбектің баласы ғой деп, біреу комментарий жазып жүр ғой, жерші. Соны көріп күліп өлем ғой, оны өтіріктен шығарған едім ғой. Енді қарасаңыз, араға бірнеше жыл өтеді. Елдос Ахметов деген біздің аяулы досымыз бар емес пе осы подкастта өнер көрсететін, арасында кеп тұратын ұлттық құраманың бас бапкердің ассистенті. Тараздың тарланы. Иә, сол үйленетін болмай ма? Сөйтіп тойға шақырады мені. Тойға барам, сырттай киініп алғам. Іс-сапарда жүргем, Шымкенттен как раз Таразға жақын ғой деп келе салдым. Сөйтіп жүрсем сол тойда Бауыржан Тұрысбек жүр. Сол Бауыржан Тұрысбек тұрады. Братан, бері кел, не болды дейді. Не болды? Мен елің бәрі Секен Тұрысбектің баласы деп айтып жүр ғой дейді. Сен екен ғой соны шығарған дейді. Жіберген әңгімен, өтірікті әңгіметін деймін ғой. Бәсе дейді, ё-майо, осындай да осындай. Елдің бәрі сұрайды дейді. Секен Тұрысбектің баласы екенсің ғой, не айтпағансың деп. Біреулер кәдімгі айқайлаған ғой кәдімгі. Соны айтым, ол ондай емес, өтірік. Менің әкем басқа, ол Секен Тұрысбек басқа, бірақ оқысын білем, күйші осылай. Однофамилист болуы мүмкін ғой енді өмірде. Сөйтіп сондай кете берген. Негізі мен баяғыда мақала жазғам осыған байланысты газетте. Алматы ақшамды істейсің ол кезде? Обязательно ғой. Сонда былай жазғам. Аты да, ныспысы да, тегі де бір спортшылар. Бақтияр Байсейітов деген самбо ма, күрестен, еркін күрестен Азия чемпионы кәдімгі даңқты спортшы бар. Бақтияр Байсейітов деген футболшы да бар бізде, білесіздер. Көрдіңіз бе? Сондай өте көп кездеседі жалпы. Көп шығар негізі. Айдын Смағұлов деген төреші бар, футбол төреші, футболист болған.
Сонымен қатар Айдын Смағұлов деген тағы да борец бар. Өте көп кездесе береді. Жалпы көп ондайлар, өте көп. Сондан енді мақалаға қызық қой, енді оқырмандарға осындай нәрселерді ұсынған. Содан жаңа Бауыржан Тұрысбек туралы осылай жібергем, сөйтіп ол кеткен, ол өтірік болып шыққан деген секілді ғой. Бұрын негізі былай болған. Казгуде тұрамыз, жатақхана, күж қайнаған кез, от жалындап тұрған, лап етіп тұрмыз. Соны жаңағы 500 қыздың арасында. Иә, 500 қыздың арасында бір 20-25 еркек тұрды, соның бірісің. Бірі және бірі кейсің. Соның астында, жатақхананың астында теледидар бар. Жарты сен су төгілген ба бір көрінбей қалған үшін. Содан енді комментаторым ғой мен кешке қарай. Ананы кәдімгі телевизордан сол кезде жүргізе берем. Сөйтіп жаңа журфактың балалары келеді, юрфактың балалары келеді, басқа факультеттің балалары да келіп көреді ғой енді. Мен жүргізіп отыр деген қызық қой енді. Кинематографтан рұқсат сұрап. Иә, журфактың балаларының біреуін айтқам ғой. Бір Шымкенттің жігіті болған. Соған айтқам. Осы сен не білесің дедім. Мынау Абай аталарың 1904 жылға шейін өмір сүрген адам. Ал Милан клубы қашан құрылды? 98 жылдары құрылған. Соның ортасында ол кісі Ресейден газет алып оқыған. Семейге Ресейдің газеттері келген. Сол Ресейдің газеттері осындай футбол деген өнері бар. Милан деген команда бар. Ол өткенде осымен ойнады деп мақала жазған. Соны Абай аталарың алып оқыған. Миланның фанаты болған Абай Құнанбаев деймін ғой. Қазақ футболындағы инсайттарға сенбеу керек екен ғой. Иә, сөйтіп жібере салғам ғой. Сөйтіп, енді қалжың ғой, анау сеніп қалған ғой енді ана бала. Сөйтіп кеткен. Сөйтіп ол группалас курстастардың ана жаққа барып жайған ол әңгімені. Сөйтіп келесі бір 2 аптадан кейін Чемпиондар лигасын ойнап отыр, мен отырмын телевизор көріп. Сөйтіп жаңағы әңгіме шығады, сен анан білесің бе, сен мынаны білесің бе деген ғой енді. Бәрі оқу іздеп келген балалар ғой енді. Сонша журфакты оқитын бір бала маған қоймайды. Ерекем, мен саған қазір бірдеңе айтамын. Сен мен ерексіп отырсың. Сен неге осыны жазбайсың дейді ғой. Не болды деймін. Сен мысалы филфакты оқисың, әдебиетті мықты білесің, Абай Құнанбаевты бізден артық білесің ғой енді. Абай Құнанбаев Миланның фанаты болған ғой, білесің бе дейді. Қой кетейін жын. Қаяқтың футболы ол заманда жынсың ба деймін. Абай Құнанбаев 1905 жылға шейін өмір сүрген. Милан 1899 жылдар құрылған. Англияда елдер 1860 жылдан бері футбол ойнаған. Ресейден газет алдыртып оққан, соның бәрін білген Милан фанаты болған екен деп, анау маған айтып отыр ғой, анаушы 2 апта өткен ортада сондағысы. Жарты Казгуге тарап кеткен анау әңгіме. Әңгіме қауесет көрдіңіз қалай тарайды. Бұл енді сол кезде интернет жоқ, әлем желі жоқ кезде солай болып жатыр. Өткенде неде жүріп қой? Бір выездной матчта жүрдік қой, сборныйдың. Сөйтіп жаңағы сенің аудио подкаст жазатының бар ғой телеграммадан. Жазып сөйтіп не айтсам екен дейді. Әлбек Қасымға Хетафе қызығып жатыр деп айтсай деймін ғой Ерболға. Сөйтіп айтып жібереді ғой. Сөйтсең оны республиканың сайттары кәдімгі орысша аударып жазып жатыр ғой. Қасыма интересуется Хетафе Испанский. Известный комментатор. Матч кезет, гол келтірем, бәрі шығарып жатыр ғой. Бір-бірімізге қарап күле береміз ғой. Не болды мынау? Хетафе біле ма? Жалпы Әлбек Қасымның бар екен. Өмірде бар екен біле ма дейсің ғой. Сөйтіп сондай қызықтардың неше түрі болған, масқара кәдімгі. Бектің әңгімесі сияқты ғой, жаңағы Нұралы Әліпке Манчестер Юнайтед қызығып жатыр. Өтірік, сол кей өтірік. Содан жаңағы The Sun газетінің ішін жазған. Сөйтіп ол Манчестер Юнайтедтің Инстаграмның аккаунтына біздің қазақтар барып, Қазақстанның туын апарып, төге саған апарып, бір телешке қып. Содан анау комментарий көп болып өткеннен қатық болған ғана Инстаграм. Комментарийді өшіріп тастаған ғой жаңа посттың астына. Көрдің бе? Әңгіме деген мінекей. Таяқ жегізеді. Біз аудиеміз. Бұл енді мынау футболда бұл инсайт ақпараттар агенттер тарапынан әдейі істеледі ғой кейде. Иә, кейде әдейі істелінетіндер бар. Иә, өтіріктен жасалынатындар. Бағасын көтеру үшін мына жаққа. Мысалға, Әділбек Жұмаханов деген ойыншыға Бельгияның бір клубы қызығады да, қандай екен, жағдай қалай екен, физикасы қалай екен, бағасы қанша екен деп бір жай әшейін бір сұрақ көреді. Үстірт әшейін бетінен бүйтіп қарауы мүмкін. Болды ғой осының өзі, ананы біледі да, агенттер тұрады да, Елімай алайын деп отыр, Ақтөбе алайын деп отыр, қызығып отыр. Мысалға, Елімай $5,000 беріп отыр, анау $3,000 беріп отыр деп айтайық, мысалға. Сол кезде ананың бағасын көтеру үшін болды ғой, ананы таптырмайды мүмкіндік. Әділбек Жұмахановқа Бельгиялық клуб қызығып отыр. Олар $7,000 ұсынып отыр екен дейді. Ойбай кетеді, сосын ана Елімайдікілер айтады, жігіттер қойыңдар, біз $6,000 берейік енді, Қазақстанның іші ғой. Келіңдер бізге келсін онда дейді.
көреміз, бір апта күте тұрыңдар. Может, бельгиялықтар алмайтын болса, $6,000 сендерге жібереміз дейді әкесі. Сауда ма? Сауда. Блеф, кішігірім шантаж. Мінекей. Осындай жағдай. Базардағыдай ғой енді қазір. Кәдімгі кешкі сауда ғой. Вообще бір айналып келейін дейсің ғой, енді шалбарды киіп көріп, жембірді киіп көріп оны. Бала, сен бұдан артын таппайсың сен. Жоқ базарда бұдан. Тура сол рядқа келіп қарайсың дейсің ғой. Кеш мен 3.000-ға берейін осын саған дейді. Негізі 17.000 болған ол жембір. Менің анау Манас деген группаласым бар ғой, аты шулы Жаңаөзен. Манас туралы рубриканы жалғастырайықшы. Ой, ол жаңағы барахолкаға барып, 18.000 теңге тұратын етікке барып, 4.000-ға бересің бе дейдің ғой. 4,5-ға сай дейді ғой, сөйтсен. Біз не саудалашып жүрік сонда деймін, 18-16.000-ға түсірейік деп жүрсек, ал 4.000-нан бастайды екен, ал барып. 4.500-ға сай дейді ғой бір кез. Содан бір күн айттым, Манас, маған бір етік, бір шалбар әпер, жүр. Соны ертіп баратын болдым постоянно. Сол агент болу керек еді мен саған. Жартысы таниды ана барахолканы. Оның үші телефонға звондағанын сұрап алады. Тұрады, барахолкаға кел дейді, тастай салады ғой. 3 секунд қой. Ол кезде единица қымбат заман. Акиматта жиналыста отырасың ғой. Алматы ақшам газетінің атынан барып, өйтіп отырасың. Звондап қалады, ал барахолкаға кел дейді, тастай салады. Соның артында, барахолканың артында Әлшер деген бір не болады, лагманхана. Сол жерде отырады, білесің сен. 400 теңгеге лагман, мынандай тарелкаға, 150 теңге әткен шай деген, кәдімгі лепешкімен ыстық. Ой, соны тауарын тасып болғаннан кейін соны жеп алатынбыз барып. Күшті жағдайлар еді. Журналистиканы енді бастап жүрген кез ғой, жартылай ашпыз, жартылай студентпіз ғой. Ойба, мен саған бір қызық айтайын. Бір әріптесімнің басынан өткен оқиға, енді страшный оқиға. Комментатор. Иә, осы Қазспортта жұмыс істеп жүрген кез болған оқиға, басшылықтан тапсырма түседі ұлттық арнадан. Анау Ақтөбе деген керемет ойнап жатыр. Ақтөбенің әкімі футболды жақсы көреді екен. Ақтөбенің футболы туралы сұхбат алыңдар. Аты Архимед Бекжанұлы деген кісі. Ой, жарайды деп, ана жаңа телефон жазады да, Архимед аға деп жазып қояды ғой, көрші. Сол жерде бір бастық телефон береді. Жарайды дейді. Сөйтіп ол өмір бақи жаңағыдай іс-сапарларға Шымкент, Тараздарға барып жүрген ғой. Сөйтіп жаңа телефон сақтаған кезде шатасып жазып жіберген бе, Жамбыл облысының спорт басқармасының басшысы болған. Сол кісінің телефонын жазып алған ғой. Сөйтіп жаңа звондайды дейді. Алло, ассалаумағалейкум, Архимед аға деген ғой жаңа телефон алып. Сөйтсе, мен Архимед емеспін, мен сен шатастырып тұрсың, мен Жамбыл облысы спорт басқармасының басшысы Гамлетпін деп айтады дейді. Содан анау күлген ғой, жарты сағат тұрып, ой, кешіріңіз аға деп. Сөйтіп болған соң айтады ғой, Архимед, Гамлет, не болып кетті мына жақ дейді ғой. Қазақ спорты осындай ұлы ойшылдардың атымен тұрған екен. Негізі өмірде бар адам ғой жаңағы Гамлет деген кісі де. Иә, өмірде бар. Бар. Прикол емес. Прикол емес, шынымен бар. Мынау енді жалпы айтатын әңгімеде қамай баратыр. Бұл енді 3-ші шығарылым, достар, түсінесіздер. Басында керемет бір шабытпен келіп едік, қазір бітіп жатыр енді. Осы жерде бітіре салмаймыз ба? Ой, енді оны біздің әлі неше түрлі шығарылымдарымыз болады. Мен келесі жолғы выпускқа сіздерге өте қызықты әңгіме дайындап алып келемін. Жаңа жылдық шығарылымда біз Ганстың шын атын айтамыз дедік. Мен мынандай бір тізбек ойлап таптым. Құпия жан. Тізбек таптым. Ұлттық құрамамен барған ғой шетелге. Сол әрбір барған кезде қызықты оқиға болған. Өткенде Чехия мен Исландияға барғанымыз қызық болды, соны айттым мен, дұрыс па? Енді бізде Андорраға барған матчымыз бар. Словения бар. Нидерландыға барғанымыз бар. Ол енді Словения мен Грекия болған, сен де бардың. Сен де атсалысып қосыласың ғой деген ойдамыз. Сол жердегі сенің енді мен көп бармаған білім қалды ғой. Сен көп барғаның сол кезде білінді ғой, жаңа тәжірибелі. Сен момент ұстауға тырыстың ғой. Әрине. Камераңды қосып телефон. Ойынның соңында гол ұрып кетеміз ба, қуанамыз ба деп ойладық қой. Сөйтсек қуанбадық па? Сөйтсем камераны қосып бүйтіп отыру керек екен ғой, сөйлеп жатқан кезде. Бүкіл әлемнің комментаторлары сөйтіп отырады ғой. Бүкіл әлем. Түріктің бір комментаторы бар, тура сондай эмоцияларын азынан кешкесін түсіріп отыратын. 90 минут түсіреді ол өз-өзін. Мен жаңағы ойынның соңында не қызық, қандай қызық болады екен. Оны негізі маған шын айтқанда жаңағы Жандос деген біздің монтажер жігіт бар, режиссер. Сол айтты ғой, сөйтіп қойып қойсаңшы, мен кейін ала салам деді содан. Буруновтың айтатын сөзі бар еді ғой анау сериалда, қалай еді? Конспирация? Конспирация? Біз ұмытып бардық. Бәрекелді. Фондағы достарымыздың қолдауымен шығып жатқан. Фондағы достар? Иә. Және олардың сілтемесі төмендегі пікірде бекітілгенде ұмытып бара жатыр. Соны баста сол сайтта өтеді. Артта фонда тұр екен ғой. Дұрыс. Тамаша. Керемет. Бірінші әзіл. Тамаша. Ғанидың атынан
керемет әзілді қабыл алып отырғаныңыздар деп қоясың ғой.